Қазақта беру керек, сұрау керек, тілеу керек деген жазылмаған 3 заң бар. Яғни біріншісі беру керек. Үлкенге сәлем, қуантқанға сүйінші, тойға чәшу, соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгендік, балаға базарлық, киімге байғазы, сәбиге көрімдік, төркіндеген қызға қалауын, жаңа көршіге ерулік, досқа естелік, жетімге қолғайыр, мүсәпірге садақа, байлықтан жүлен үлестіру, тойға сияпат, жас үйленгендерді асқа шақыру, жас босанған анаға қалжа беру керек. Екінші сұрау керек. Тәңірден денсаулық, әулилерден шапағат, қыдырдан бата, аңшыдан сыралға, сырқат жанның көңілін, қарттың хал жағдайын, жетімнің жай күйін, саудың амандығын, ағайынның бүтіндігін, олжадан тәбәрік, қонақтан бұйымтай сұрау керек. Үшіншісі тілеу керек. Барға тәубә, жоққа сабыр, ауруға төзім, жақсылыққа алғыс, болашаққа сенім, жетістікке шүкір, өткенге салауат, қалғанға береке, басқа амандық, денге саулық тілеу керек.